Ассалаумағалейкум қазақ елі, жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Арнамызға қош келдіңіздер. Тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Тоқаев тапсырма берді. Кредитін төлей алмағандарға қандай жеңілдіктер жасалады? Алматы әкімдігінің бастамасымен рәсімделген арнайы меморандумға қарызды қайта құрылымдау мен қайта қаржыландыру тетіктері қарастырылған. Бұдан бөлек төлемді кейінге шегеру, проценттік мөлшерлемені төмендету, айыппұлдар мен өсімақыларды жою және тағы басқа шаралар бар. Шығарылымда аяғына дейін көріңіздер. Жақында президент Қасым-Жомарт Тоқаев Алматыдағы трагедияға қатысты пікір білдірді. Мемлекет басшысы 5 бірдей адамды ат тастаған борышкердің әрекетін ақтауға болмайтынын баса айтты. Себебі ондай дау-дамайлар тек құқықтық тәртіппен ғана шешілуі қажет. Алайда Тоқаев трагедияға себеп болған негізгі мәселелерді жан-жақты зерделеп, қажет болса заңға өзгеріс енгізуді тапсырды. Әлеуметтік осал топтардың соңғы баспанасы сатылмайды. Алматыдағы трагедиядан кейін қоғамда соңғы баспананы тәркілеп алу мәселесі кеңінен талқылана бастады. Себебі бұған дейін талай рет қайғылы оқиғалар болған. Біреулер жалғыз үйін бергісі келмей өзін өртесе, енді біреулер терезеден секіріп көз жұмған. Алматы тұрғыны болса үйден шықпаймын деп 5 бірдей адамды ат тастады. Жақында Алматы әкімдігінің бастамасымен арнайы меморандум рәсімделді. Оған қаржы нарығын қадағалау агенттігі, банктер мен қоғамдық ұйымдар қол қойды. Осы құжатқа сәйкес ипотека алған әлеуметтік осал топтарды соңғы баспанасынан шығару және үйді сату шаралары тоқтатылды. Қаржы нарығын дамыту және қадағалау агенттігінің бас маманы Дмитрий Ақмаевтың айтуынша, меморандум аясында банктер әлеуметтік осал топқа кіретін азаматтардың соңғы үйін сатпай проблемалық қарызды өтеудің басқа жолдарын іздейтін болады. Соның ішінде қарызды қайта құрылымдау мен қайта қаржыландыру тетіктері қарастырылған. Бәлкім адамның төмен табысын ескере отырып қарызды төлеудің жаңа кестесі жасалатын болар. Бұдан бөлек төлемді кейінге шегеру, проценттік мөлшерлемені төмендету, айыппұлдар мен өсімақыларды жою және тағы басқа шаралар бар. Банк осының бәрін істей алады. Біз рұқсат беріп отырмыз, деді Ақмаев. Меморандумның мерзімі 12 ай. Құжат Қазақстан бойынша қолданылады, бірақ бұл жерде маңызды бір мәселені ескеру керек. Меморандум бұл талаптардың өз еркімен қолға алған бастамасы, ол келісім шартқа да жатпайды. Ал әлеуметтік осал топқа кіретін азаматтардың соңғы баспанасын сатпау мәселесі заңмен реттелмеген.